қаланың ішінде келе жатқам машинамен, сөйтсем бір апай, бір жасы үлкен апа қазақша камзол киіп алған, такси ұстап қол көтеріп тұр екен. Енді осы осындай апаларымыз біздің жігіттердің бәрін айтып отырамыз. Көшеде бір әсіресе аналар, үлкен кісілер, балалы әйелдер тұратын болса, тоқтап алып кеткен жақсы болады. Аналарымыз көшеде тұрмасын, қиналып, жаурап, немесе ыстықтап деген сияқты. Сонда жаңа апамызды тоқтап мінгізіп алдым. Қаланың бір жерін айтты, сол жерге деп. Енді ол такси деп ойлап тұр ғой енді. Сөйтіп мінгеннен кейін бала шағаңыз аман есен ба, дұрыс па деп жаңа сұрап жатырмын ғой енді. Енді үлкен кісінің көшеде такси ұстап тұрғанда бір жағынан адамды ойландырады, бала шағасы жоқ па екен, немесе бала шағасы алып жүрме ме екен ары бері деген сияқты. Сөйтсем ол кісі айтады, бала шағам бар, Құдайға шүкір дейді, бәрі жұмыста, өзімен өзі деп, сосын менің бетіме бір қарап алғаннан кейін тақияма қарап айтты ма, сақалыма қарап айтты ма, сосын айтқаны ғой кісінің. 58 жасыма дейін ақмақ болыппын деді. Ой, не болып қалды апай дедім. 58 жасыма дейін ақмақ болыппын дейді. Күйеуім қайтқаннан кейін біз әртүрлі жағдайларға ұшырап, үйсіз, күйсіз қалып, содан бала шағамызбен квартирадан квартираға жүрдік дейді. Сонда 58 жасыма келген кезде намазға түстім дейді. Намазға түсіп, түнгі тахажжуд намазы барын білгеннен кейін, әрбір түнімді құр жібермей, тахажжудте Құдайдан сұрай бердім. Алла тағаланың қалауымен, Алланың рахымымен 6 айдан кейін үйді болдық дейді. Бір қызым тұрмысқа шығып, ол да квартирада жүретін. Соған да намазды оқуды үйретіп, Құдайдан тахажжудте тұрып сұрауды үйретіп қойдым дейді. Ол күйеу балам мен қызым да көп ұзамай олар да үйде болды дейді. Сонда 58 жасыма дейін анадан сұрап, мынадан сұрап, әркімнің үйінде тұрып, бұл қалай болады, не болады деп өзімше бір тыраштанып, бір дүниелер тауып, үй алам ба деп қойып, бірақ еш нәрсеге жетпей, берекесі болмай жатқан кезде, сөйтіп 58 жасыма дейін ақмақ болып уақытымды бос өткізіппін ғой, намазсыз. Сөйтіп намазы шынайы түрде оқып, тахажжудке тұрып Құдайдан сұрап едім, 6 айдың ішінде Алла тағала бізді үйлі қылды ғой деп жаңағы. Сосын бала шағасына да намаз үйретіп, қазір барлығы өзімен өзі берекелді. Қазір мынау бір жақын бір құрбымның үйіне барып жатыр едім. Сондықтан балдарымды мазаламайын деп шығып кетіп едім. Деп жаңағы апамыз бір әдемі келіскен, бір әдемі қартайған бір апамызды көріп, намазбен қартайып отырған, сол намаздың пайдасын көріп, бала шағасына үйретіп, басқаларға да айтып жүрген апамызды көріп риза болып қалдым. Бір әдемі қартайған екен деп. Алла өмір жасын ұзақ қылсын ол кісінің. Сондай апаларымыз, аналарымыз көп болса екен деп Алладан сұраймыз.